Қайырлы күн достар, сіздермен әдеттегідей Еркебұлан. Бүгін біздің автошолымызда жол талғамайтын көліктер арасында аңызға айналған Nissan Patrol. Аямайды, қарамайды, уақыттың ағысы ешкімді менсініп тыңдамайды, тоқтамайды, сақтамайды, сағаттың тілдері ешкімді қолдап сақтамайды. Мейлі жүгір, мейлі қал, мейлі шарша, мейлі тал, мейлі жарыс, мейлі қу, уақыт үшін бәрі бұл. Орлап жатыр жастығымның әр сәтін, сыйлап жатыр бақыт толы қанша күн. Уақыт тәніңді жұлмалап жейді, сағат тілімен сан тілін дейді. Жел болып қағып, аяз болып қарып сөйлейді. Уақыт жаныңды жолмалап жейді, алса алғанын қайтып бермейді. Сәуле боп шақ. Автошолымызды бастамастан бұрын әдеттегідей тарихқа көз жүгіртейік. Nissan Patrol ең алғаш рет 1951 жылы Жапонияда шығарылды. Ол кезде көлік әскери мақсатта жасалып, Jeep Willys балама ретінде ұсынылған. Бұл алғашқы Patrol 4V60 индексімен белгілі болды. 1960 жылдар халыққа арналған жол талғамайтын көлік 60 сериясы жарық көрді. Бұл модель жайлылығы да артып, азаматтық мақсатта кеңінен қолданылды. Дизайны классикалық, бір шынайы жол талғамайтын қасиеттер сақталды. Бұл Patrol ауыл аймақтарда, таулы өңірлерде өте танымал болды. 1980 жылдар халықаралық нарыққа шығу 160 MQ және кейін 260 MK сериялар шықты. Осы кезеңде Patrol Австралия, Таяу шығыс және Африка елдерінде үлкен сұранысқа ие болды. Бұл көліктердің аты аңызға айналды, әсіресе шөлейт аймақтарда. 1987 жылы GQ Y60 буыны, бұл модель тәуелсіз аспаз жүйесімен шыққан алғашқы Patrol болды. Қуатты дизельді және бензин моторларымен жабдықталған, ішкі жайлылығы едәуір артты. 1997 жылы GU Y61, бұл буын ең танымал Patrol модельдерінің бірі. Жолсызда мінсіз жүріс, өте мықты рамалық құрылым және ұзаққа төзімділік оны шөл дала патшасына айналдырды. Таяу шығыс елдерінде король деп аталды. 2010 жылдан бастап Y62 толығымен жаңартылған дизайн, люкс классқа жақын интерьер және V8 қозғалтқышымен жабдықталды. Бұл Patrol тек жолсыз көлік емес, сонымен қатар бизнес классқа лайықты технология толы SUV. Қазіргі Patrol 2020 жылдан басталып, 2025 жыл аралығында жаңартылған Y62 моделі, заманауи LED жарық, үлкен мультимедиа, 7 орынды конфигурация, интеллектуалды 4WD жүйесі және 5.6 V8 мотормен шығып жатыр. Бұрынғыдай күшті, бірақ әлде қайда ақылды әрі жайлы. Бүгінгі біздің автошолымыздағы Nissan Patrol 2012 жылы Жапон елінде Европа нарығы үшін шығарылған. Y62 санағындағы Nissan Patrolдар ол 5.6 мотормен жабдықталады. Шамамен 560 Нм моменті және 405 ат күші бар, 7 сатылы автомат және шанағы 7 орындық. Nissan Patrolдың Y62 шанағындағы дизайны сыртынан қаратын болсақ, бір жағынан бруталды, екінші жағынан сүйкімді болып келеді. Үлкен радиатор торы, биік клиренс және көлемді дөңгелектері бұл көлікке массивті дизайн береді. Y62 шанағындағы Nissan Patrol ұзындығы 5 метр 16 см, ені 2 метр, биіктігі 195 см құрайды. Артқы жүк салғыш есігі электро жетектермен жабдықталған, бұл батырма арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар мына батырма арқылы қайтадан жабуға болады. Nissan Patrolдың салонына келетін болсақ, сол кездегі заманауи технологиямен жабдықталған, ал жоғары сапалы болғары, мультимедиа жүйесі, 360 камера, алды артында парктроник, пластик ағаш тектес, 4 зоналық климат бақылау, жолдағы бақылау жүйелері және мультируль, және көптеген сол кездегі заманауи технологиялардың барлығы осы машинада жабдықталған. Басты бәсекелестері ол әрине Toyota Land Cruiser
200, Lexus LX 570, және Америка нарығындағы Chevrolet Tahoe, және ең басты сол бәсекелес болып келетін әрине Toyota Land Cruiser 200 шанағындағы. Patrol Y62 шанағындағы автокөлік бүгінгі күні Астана қаласында 10 миллион 500 мыңнан 18 миллионға дейін барады бағасы. Уақыттың қалай өткенін сенің жаныңда байқамай қалдым, сезбедім. Сенің жаныңда қуанып бізді балаша, өзіңмен әлем басқа, қандай керемет тамаша. Сенің жаныңда таудан да биік сезімдім. Сенің жаныңда қуанып бізді балаша, өзіңмен әлем басқа, қандай керемет тамаша. Қуанып бізді балаша, қандай керемет тамаша. Ты уже давно счастьем обделенный, золото души даришь мне, любя. Золотой, я зову тебя ласково, ты ночами ясными приходи за мной. Артықшылықтары әрине бұл толық жеткілікті, жоғары клиренсті, массивті 7 орындық автокөлік. Ол нарықта өзінің орнын таңдады. Алайда жаңағы бәсекелестеріне қарағанда бағасы едәуір арзан. Ең басты бәсекелесі бұл Toyota Land Cruiser 200 шанағындағы автокөлік. Бұл автокөліктің ең басты кемшілігі ол әрине көлік салығы. Жылына шамамен 400 мыңнан 700 мыңға шейін барады. Ол әрине көліктің Қазақстанға келгеніне байланысты. Егер 2013 жылға дейін
Қазақстанда тіркелсе, ол 400 мың шамасында салықты төлейді. Ал егер де 2013 жылдан кейін тіркелген болса, ол әрине шамамен 700 мың теңге көлік салығын төлейді. Ең басты кемшілігі осы, ал таңдау әрине әркімнің өзінде. Ол 1 миллионнан 18 миллионға дейін қандай автокөлік аласыз, немесе жаңадан Қытай нарығының автокөлігі, немесе қолданыста болған осындай Nissan Patrol, Land Cruiser 200 және тағы басқалары. Құрметті достар, бүгінгі біздің автошоуымыз осындай болды. Егер де қорытындылайтын болсақ, Nissan Patrol Y62 шанағындағы автокөліктің артықшылықтары мен кемшіліктерін айтайық. Артықшылықтары ол әрине сол кездегі заманауи технология, толық жетекті, бруталды дизайн. Ең басты кемшілігі әрине ол көлік салығы. Ол 400 мыңнан 700 мыңға дейін барады 2024 жылдың нәтижесі бойынша. Бүгінгі автошоу осындай болды. Арнамызға тіркеліп, пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Лайк басып, келесі кездескенше күн жақсы. Я зову тебя ласково, ты ночами ясными приходи за мной, а под этой луной нам уже не захочется больше одиночества.